Енді бір-біріне бұлай салып, біздер енді мына алдыңғы тұмсығын тоқимыз. Ол үшін біздер бір-біріне бұлай қабыстырып, маңдайындағы ортаңғы торшаны табамыз. Неке. Қақ ортасын табамыз. Осыдан бұлай қарай 5 торша санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Алтыншысына ілмегімізді саламыз. Ақ жіпті алып, осы ілмекке дейін арасынан шығарамыз. Бұны тоқымаймыз. Келесі 5-ші торша бар ғой алдыңғы. Соғанда ілмекті салып, бір жіпті арасынан шығарып, екеуі болды. Осы екеуін біреу деп тоқимыз. Әрі қарай біреу келесісіне тоқимыз. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Қатарынан 7 таяқша тоқыдық. Енді 8-ші таяқшаға, 8-ші торшаға ілмегіміз салып, бір жіпті орап алып шығамыз. Бұны тоқымаймыз. 9-ші торшаға да ілмегіміз салып, бір жіпті алып шығамыз. 8-ші, 9-ші. Осы 3 жіпті бірден тоқып жібереміз. Келесі торшаға ілмегіміз салып, бір жіпті орап алып, мынау екеуін бастапқы тоқылғанның арасынан бұлай шығарып, осы жерге байланыстырамыз. Енді бір торша жоғары көтерілеміз. Жұмысымызды айналдырамыз. Мына жағынан, теріс жағынан тоқимыз енді. Енді осы алғашқы соңғы тоқылған мына жерге ілмегімізді салып, ішінен жіпті іліп алып тоқимыз. Бір болды. Келесі тоқимыз. Бір таяқша 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-шісін іліп аламыз. Енді мына жиек жағындағы тұрған торшаға, бірінші торшаға ілмегімізді іліп, бір жіпті іліп аламыз. Үшеуін бір тоқып кетеміз. Келесі торшаға іліп алып шығып, осыдан бұлай өткізіп аламыз. Бұл байланыстыру деген сөз. Енді бір торша жоғары көтерілеміз, жұмысымызды айналдырамыз. Енді біздер бұлай айналып тоқимыз. Енді оң бетіне қарадық. Бірінші торша, осы торшаға тағы да ілмегімізді іліп, бір жіпті алып шығып, бір таяқша тоқимыз. Біреу болды. Екеу, әрі қарай кете береміз. Үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8. Енді 9-шыны іліп аламыз, тоқымаймыз. Енді жиегінен бір торшадан жіпті іліп алып, осы үшеуін бірақ тоқимыз. Келесіге байланыстырамыз. Некеңіз арасынан шығарамыз. Бір торша жоғары көтерілеміз, жұмысымызды айналдырамыз.
әр айналым сайын бізде бір бастан қосылып тұр, байқасаңыздар. Енді осы мына жанындағы тесікті көріп тұрсыздар ғой. Осы жерге ілмегімізді салып, бір жіпті іліп алып, мінекей бір. Бұл келесі торшадан басталмайды. Осы торшаға іліп алып, бірінші басты осы жерден аламыз таяқшаны. Екінші дальше кете береміз. Екеу, әр торшаға бір-біреуден. Үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз. Енді 10-шыны ең соңғыдан іліп алып шығамыз, тоқымаймыз. Енді жиегінен бірінші тұрған торшаның арасынан жіпті суырып іліп алып шығып, осы үшеуін бірақ тоқимыз, келесіге байланыстырамыз. Көрдіңіздер ме? Мынау бізде уже тұмсық былай қайырылып келе жатыр. Бұны ең соңына дейін тоқымас бұрын бірінші дәл ортасына келіп соқты ма, бұл кейде былай қисайып кетуі мүмкін, былай қисайып кетуі мүмкін. Соны дәлел нақтылап қойып тексеріп аламыз. Бәрін тоқып болған соң оны тарқатқаннан көрі, осы жұмыс барысында бірден тексеріп алсаңыз, өзіңізге де оңай болады. Енді бұлай біз айналып, жаңағы мен көрсеткен әдіспен тоқып, торшаларымыз 15-ке жеткенше осылай тоқимыз. Мынаны байланыстырдық. Бір торша жоғары көтерілеміз, жұмысымызды айналдырамыз. Осы бірінші торшаға бір таяқша, екі таяқша, үш таяқша, төрт таяқша, 5 таяқша, 6 таяқша, 7 таяқша, 8 таяқша, 9 таяқша, 10 таяқша. Енді 11-шісі. Біреуін іліп шығамыз, жиегінен тағы да біреуін іліп шығамыз да, үшеуін бірге тоқимыз. Кейінгі торшаға байланыстырамыз. Енді бір торша жоғары көтерілеміз, айналдырамыз, осылай тоқи береміз. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші, тоғызыншы, 10-шы, 11-ші, 12-шісін іліп аламыз, жиегінен біреуін іліп аламыз, үшеуін бірге тоқимыз, келесі торшаға байланыстырамыз. Бір торша жоғары көтерілеміз, айналдырамыз, әрі қарай біріншісіне бір таяқша, әрі қарай кете береміз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-шіні іліп аламыз, жиегінен біреуін іліп аламыз, үшеуін бірге тоқимыз, келесі торшаға байланыстырамыз. Бір торша жоғары көтерілеміз, айналдырамыз теріс жағына қарай. Біріншіден бастап бір таяқша, екі таяқша, үш таяқша, төрт таяқша, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12, 13, 14-шіні арасынан шығарамыз, жиегінен біреуін аламыз,
үшеуін бірге тоқимыз, келесі торшаға байланыстырамыз. Бір торша жоғары айналдырамыз. Ең біріншіге біреуін тоқимыз, кете береміз. Әрі қарай 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, соңғысы 15. Тоқымай іліп аламыз. Жиегінен бір торшаны шығарып аламыз. Ілмекпен үшеуін бірге тоқимыз. Тұмсығын тоқыдық. 15 болды. Енді әрі қарай серый жібімізді қосамыз енді осыған. Енді біздер әрі қарай мынау тілі дейді ғой, алдындағы язычок. Осы тілін тоқимыз. Тілін бөлек тоқылады. Қазір оны қалай тоқитынын көрсетемін. Үшеуін бірге тоқыдық. Енді келесі жіпке байланыстыру үшін бірден серый жіппен байланыстырып кетеміз. Келесі торшаға ілмегімізді саламыз. Серый жіпті аламыз. Осының арасынан бұлай екеуіне бірдей 2, екеуіне бірдей осылай өткізіп шығарамыз. Бір торша жоғары көтерілеміз сосын. Енді бұл жерден ақ жіпті алып тастасақ болады. Қиып тастаймыз ақ жіпті. Мына астындағы 2 бөлек-бөлек жіптің екеуін бір-біріне осылай байлаймыз. Серый жіпті қостық. Бір торша жоғары көтерілдік. Енді жұмысымызды айналдырамыз. Енді біздер осы қосылған жерінен бастап емес, келесі торшадан бастап тоқимыз. Өйткені бізге бас қосудың қажеті жоқ уже. Біз уже бас қосып 15-ке алып келдік. Енді біз осы 15 басты ұстап тұруымыз қажет. Сол үшін біз бірден басталған жерінен емес, келесі торшадан бастап таяқша тоқи бастаймыз. Арасынан жіпті алып шығамыз. Екеуін бірге тоқимыз. Бір таяқша, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, соңғысы 15-ті іліп алып шығамыз. Жиегінен торшадан да біреуін алып шығамыз. Үшеуін бірге тоқимыз. Және қапталындағы торшамен байланыстырамыз. Бір торша жоғары көтерілеміз. Жұмысымызды айналдырамыз.
Бұдан бастамаймыз, келесіден бастап. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-ден біреуін іліп алып шығамыз. Жиегінен бір торшадан ілмек алып шығып, үшеуін бірге тоқимыз. Келесі торшаға байланыстырамыз. Бір торша жоғары көтерілеміз. Жұмысымызды айналдырамыз. Тағы осындай біріншіден бастамаймыз, екінші торшадан бастап таяқша 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-ден бір ілмегімізді салып, жіпті іліп алып шығамыз. Жиегіндегі торшаға да салып, бір жіпті іліп алып шығамыз да, үшеуін бірге тоқимыз. Келесі торшаға жиегіндегі байланыстырамыз. Бір торша жоғары көтерілеміз, айналдырамыз. Тағы да біріншіден бастамаймыз, келесіден бастап 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-шіні іліп аламыз. Жиегінен тағы да біреуін іліп аламыз. Үшеуін бірге тоқимыз. Келесі торшамен байланыстырамыз. Бір торша жоғары көтерілеміз. Айналдырамыз. Біріншіге емес, келесіден бастап тағы да 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-шіні іліп аламыз. Жиегінен біреуін іліп аламыз, үшеуін бірге тоқимыз. Біз енді келесі торшаға байланыстырмаймыз, бірден жоғары қарай бір торша тоқимыз, айналдырамыз. Біз енді бірінші торшадан бастап 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15-шіні іліп аламыз, жиегінен біреуін іліп аламыз, осы үшеуін бірге тоқып шығамыз, бірақ келесі торшаға байланыстырмаймыз, жоғары көтерілеміз. Енді біздер мынау секілді язычоктың өзін бөлек тоқуымыз қажет ұзыннан. Жұмысымызды айналдырамыз. Біріншісіне бастаймыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12, 13, 14, ең соңғы 15. Бір торша жоғары көтерілеміз, жұмысымызды айналдырамыз. Біріншісінен бастап біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12, 13, 14, ең соңғысы 15. Бір тор жоғары көтерілеміз. Осылай жоғары қарай тоқи береміз. 14 қатар тоқуымыз қажет. Жоғары қарай. Енді менің көмегімсіз тоқи алады деген ойдамын. Біріншіден бастаймыз. Торшаны біреу, екеу, бір қатар көрсетіп берейін тағы да. Сосын ары қарай өздеріңіз 14 қатар тоқи алады деген ойдамын. Төртеу болды. Бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 соңғысы. Бір торша жоғары көтерілеміз. Осылай тоқи береміз. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12, 13, 14, соңғысы 15. Бір торша жоғары көтерілеміз, осылай айналдырып тоқи береміз. Мен 14 қатар тоқыдым. Бастапқыда 5 қатар, ол бастапқы жағы. 1, 2, 3, 4, 5 қатар бұл. Жиегімен байланыстырған өлшегі. Одан әрмен қарай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 қатар тоқыдым. Енді біз бұның жиегі бұлай дөңгеленіп шығу үшін екі жағынан бас қысқартамыз. Ол үшін бір торша жоғары көтерілеміз. Және де біріншіге емес, біз енді екінші торшадан бастап тоқимыз. Біреу, екеу,
үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12. Соңғы жағынан да бір торшаны қалдырып, соңғыға 13. Біз сонда екі жағынан бір-бірден торша қысқарттық. 15 торша еді, енді 13 болды. Енді бір бас жоғары көтерілеміз. Тағы да біріншісіне емес, екіншісіне бастаймыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10. Біреуін қалдырамыз, соңғыға тоқимыз. 11. Тағы да екі жағынан екі бас қысқарттық. Бір бас жоғары көтерілеміз. Біріншісіне емес, екіншісінен бастап тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз. Біреуін тастап кетеміз, соңғысына 9. 15 бас еді. Келесі рядта 13 болдық, 11 болдық, 9 болдық. Осы жерден аяқтаймыз. Біздің кедиіміздің тілі дайын болды. Мінекей. Қазір жайлап біз кедиімізді келеміз. Мінекейіңіз тілі осындай, өзі осындай болды. Енді біздер мынаның жиегін мынау секілді алып, ақпенен әдемілеп жүріп өтеміз. Ақ жіпті аламыз. Мына жиегінен бастаймыз. Байланыстырамыз. Жіппенен арасынан шығарамыз. Енді әрбір торшаға осылайынан бір-бір таяқшадан тоқып шығамыз. Және мынау жіптің басын арасына салып, жасырып, осылай әдемілеп өрнектеп тоқып шығамыз. Жіпті жасыра отырып тоқу қажет. Сонда артық жіптер болмайды. Бәрін жұмыс барысында өстіп жасырып кетеміз. Бұрышына келгенде бір жерге екеуден тоқсаңыз болады. Әрі қарай бір-біреуден тоқып кете береміз. Мынанда қазір жұмыс барысында жасырып кетеміз. Жіптің астына салып тоқып жібереміз. Сонда ол бөлінбей кетеді.
бұрышқа келдік. Осы жерге бір торшаның бойына екеуін тоқып кетсеңіз болады. Әрі қарай әрбір қатардың өзі көтерілген жерлерінде осындай ілмекпен жіп алып шығатын тесіктері болады. Сол жерлерге тоқи беріңіз. Кез келген жеріне. Oldu. Şimdi qiyamiz. İç жағына қарай жасырып, осылай салып жібереміз. Артық жібі қалса, қайшымен қиып тастаймыз. Кетті. Енді біздер мынау жиегін көтереміз. Осы жиегін көтере отырып, алдыңғы жағына да осындай әдемі жолақ салып кетеміз. Қазір оны қалай салатынын көрсетемін. Серый жіпті аламыз. Артқы жағынан бастаймыз. Алдыңғы мына ақ жіпті кішкене жасырыңқырап жіберейін. Қазір бұны да қосып тоқып кетеміз. Серый жіпті аламыз. Артқы жағынан кез келген жерінен торшаға ілмекті салып, жіпті арасынан шығарамыз. Бір тор жоғары көтерілеміз. Және де әрбір торға осылай таяқшалар тоқып шығамыз. Алдыңғы тоқығанымыздай. Жіптерді арасына жасырып, осылай тоқып кетсек болады. Осылай айналдыра тоқимыз. Қазір маңдай жағына келген кезде алдыңғы жолақты қалай тоқу керектігін сіздерге көрсетемін. Алдыңғы жағына келдік. Енді біздер осылай іш жағына қарай ілмекті саламыз. Ар жағынан жіпті орап алып келеміз. Мінекей екі жіп шықты. Енді осы жіпті мына тордың арасынан осылай өткіземіз. Тағы да көрсетейін. Мінекей. Мына келесі тесікті көріп тұрсыздар ғой. Әр жерден мінекей осылай тесіктер бар. Солардың мына бірінші тесікке ілмекті саламыз. Ар жағынан мына жіпті орап алып, оң жағына шығарамыз. Және осы жіпті мына бірінші тордың арасынан шығарамыз. Көріп тұрсыз ба?
екеуін тоқыдық уже. Тағы да келесі саламыз. Іш жағынан жіпті орап алып, сыртқа шығарамыз. Оны мынау кішкене қиындау болады. Қолыңыз үйренсе, үйреніп кетесіз. Үшеу кетті. Тағы да келесі саламыз, айналдырып алып шығамыз. Алдыңғы тордан осылай айналдырып шығарамыз. Қатты тартып тоқымаңыз, өйткені әдемі болмай қалады. Өрнегіміз бидайдың сабағындай болып, әдемі болып түсу үшін кішкене бостау болып тоқыған жақсы болады. Осылай көріп тұрсыз ғой ізін. Осылай аяғына дейін тоқып шығуымыз қажет. Айналдырып, осылайынан тоқып шығуымыз қажет. Алып шығамыз, арасына өткіземіз. Келесі торға кіреміз. Алып шығамыз, арасынан өткіземіз. Келесі торға кіреміз. Осылай аяғына дейін тоқып шығамыз. Бастапқы кезде қиындау болады енді. Менде өзім бірінші тоқығанымда қиындау болған. Одан кейін қолыңыз үйренеді. Машықтанасыз өзіңіз. Қолыңыз жаттығады. Сосын өзімен өзі осылай тоқып шыға бересіз. Мен тоқығандай қылып. Тоқыма өнеріне де бір шыдам керек. Миды тынықтырады бұл. Тоқыма тоқу арқылы адамның миы тынығады екен негізі. Нерв жүйесін тыныштандырады. Оның да бір пайдасы бар адам баласына. Жақындап кеп қалдық. Кішкене ғана қалды. Соңғысы. Мінекей, мәреге де келіп жеттік. Енді ары қарай әрбір осындай торшаларға ары қарай осылай тоқып кете береміз.
бастапқы көтерілген торшаменен соңғыны қосып слайнан тігіп шығамыз. Неке алдымызды да болдық. Тұмсығын жасап болдық. Енді мына жіпті кесіп тастаймыз. Енді біздер мынау артқы пинетканың жоғарғы бөлігін тоқимыз. Жоғарғы бөлігін қалай тоқу керектігін сіздерге көрсетемін. Ол үшін біздер мына жиектен бастауымыз қажет. Где-то осы жерлерден бастаймыз. Мына бірінші тұрған торша бар ғой. Содан бастап 5 торша санаймыз оңға қарай. 1, 2, 3, 4, 5 неке. Осы жерден бастаймыз. Осы жерге жіпті. Мынау торша мынандай 2 жіптен тұрады ғой. Соның астыңғы жібін көтермейміз, тек қана үстіңгі жібін көтереміз. Қазір сіздерге жақындатайын. Неке. Мынау 2 торша ғой. Бір торшаны мәселен 2 жібі бар. Астыңғы, үстіңгі, соның үстіңгі жібінен бастаймыз. Жіпті байланыстырамыз. Бір воздушный петля жоғары көтерілеміз. Келесі торшаның үстіңгі бөлегін ғана аламыз, астын алмаймыз. Бір ғана жібін аламыз, үстіңгі осылай торша тоқимыз. Келесі оны да солай. Келесі оны да солай. Астыңғы жіптері алынбайды, тек үстіңгі жіптері алынады. Енді келесі жиекке шыққан кезде кәдімгі толық 2 жібінде алып, бұлай таяқшалай тоқи бастаймыз. Осылай соңына дейін, келесі бетке дейін тоқимыз. Шығып тұрған жіптерді жұмыс барысында астына салып жасап тоқып кетеміз. Жиектегі соңғысын тоқыдық. Енді мына жақтан 4 астыңғы бөлігін емес, үстіңгі бөлігіне тоқимыз. 1, 2,
бешеу, төртеу. Төртеуіне тоқтық. Енді бір қатар көтерілдік. Енді бір тор жоғары көтерілеміз. Жұмысымызды бұрамыз кейінге қарай. Кейін қарай жүреміз. Осы торшаға, осы біріншіден бастап қайтадан таяқшалар тоқи бастаймыз. Қайттан кейін қарай жүреміз. Мына жаққа дейін, соңына дейін. Соңына жақындап қалдық. Кейін соңғы басты тоқыдық. Енді бір торша жоғары көтерілеміз. Жұмысымызды оң жағына қарай бұрамыз. Енді біздер бұл жоғарғы бөлігі бізде мынандай болып шығу керек. Как баспалдақ сияқты былай қарай азаю керек. Турасынан болмау керек. Бұл былайынан қисайып баспалдақ сияқты болып шығу керек. Ол үшін біздер бір торша жоғары көтерілдік. Енді біріншіге емес, екіншіден бастап тоқимыз. Екінші торшадан бастап қайтадан осындай таяқшаларды соңына дейін тоқып шығамыз. Және осы қатардың соңында тағы да бір торшаны қалдырып, соңғының алдындағы торшаны тоқымаймыз, бірден соңғыны тоқып кетеміз. Сол арқылы біздер басты кемітіп отырамыз. Сонда бізде тоқыған жоғарғы бөлігіміз тура шықпайды. Бұлай қисайып, азайып, кішкене баспалдақ секілді болып форма беріп тұрады. Соңына дейін тоқып, соңғы жағында кездесеміз. Соңғы жағына келіп қалдық. Мынау соңғының алдындағысын тоқымаймыз, бірден соңғыға тоқып кетеміз. Бір торша жоғары көтерілеміз, жұмысымызды бұрамыз. Енді мына жерге емес, келесіге тоқимыз. Келесіден бастап тоқимыз. Әрі қарай осылай жүре береміз. Айналып, мына басына келген кезде кездесеміз. Соңына келіп қалдық. Соңғының алдындағын тоқымаймыз, бірден соңғыға тоқып кетеміз. Бір тор жоғары көтерілеміз, жұмысымызды бұрамыз оң жағына қарай. Енді алдыңғыдай біріншіге тоқымаймыз, екіншіге тоқимыз. Осылай айналдырып, әр қатарда екі бастан басында и соңында
қысқартып келіп біздер 9 қатар тоқуымыз керек. Ең бірінші қатар саналмайды, одан кейінгі 1, 2, 3, 4, 5-ші қатар тоқып жатырмын. Енді дәл осындай қылып тағы да 4 қатар өз беттеріңізбен тоқи аласыздар деп ойлаймын. Соңғы 9-ші қатарда мен сіздерге әрі қарай қалай тоқу керектігін көрсетемін. Неке 9-ші қатарында соңына келіп жеттік. Жоғарғы бөлігін осыменен тоқып тамамдадық. Енді біздер жіпті қиып тастаймыз. Неке қалай шыққанын көріп тұрсыздар. Баспалдақ сияқты бірінен кішкене былай қарай жылжып тоқылды. Бұл ана жерге баулық таққанда ыңғайлы болу үшін жасалынған әдіс. Енді біздер мынау секілді баулық тағатын мынандай ойықтар қалдыру арқылы жиегін осындай әдемі өрнекпенен тоқып шығуымыз қажет. Ол үшін бізге ақ жіп қажет. Ақ жіпті аламыз. Мынау жиегінен бастаймыз. Ең соңғы жиектен бастаймыз. Ақ жіпті қосамыз. Торша тоқу арқылы оны байланыстырамыз. Енді келесі тағы бір торша тоқимыз. Енді біз ана баулық тағатын ойық жасау үшін 2 торшаны осылай ауаға тоқимыз. Сөйтеміз де бір басты жіберіп, екіншісіне осылай таяқшамен байланыстырамыз. Тағы да бір таяқша жанына. Енді тағы да ауаға 2 торша тоқимыз. Тағы да бір басты тастап, екіншісіне тағы да байланыстырамыз. Екеу болды. Жанына тағы бір торша тоқып, 2 торшаны ауаға тоқимыз. Бірі бас тастап, екіншісіне байланыстырамыз. 1, 2, 3 болды. Келесіге бір торша тоқимыз. 2 торшаны ауаға тоқимыз. Бір бас тастап, екіншісіне байланыстырамыз. Торшамен, таяқшамен, яғни. Келесіге тағы бір таяқша тоқимыз. 2 торшаны ауаға тоқимыз да, бір бас тастап, екіншісіне таяқшамен байланыстырамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Бесіншісін тік жеріне, тура жеріне тоқыдым. Бұған баулық тақса да болады, тақпаса да болады. Енді кейбір балалардың аяқтары жіңішке болуы мүмкін. Сол үшін қосымша тағы да біреуін тоқи салдым. Әрі қарай әрбір торшаға осылай таяқшадан тоқып шығамыз. Келесі мына жерге дейін осылай таяқшамен тоқып шығамыз.
Жақындап келіп қалдық. Келесі бетіне келіп қалдық. Мынау шығып тұрған жіптердің ұшын астына салып тоқып кетіп, қайшыны қиып тастаймыз оны. Осы жерден бастап екі торшаны ауаға тоқимыз. Бір басты тастап, екіншісіне қосамыз. Бірінші ойығымызды қалдырдық. Екіншіге тағы да таяқша тоқимыз да, екі торшаны ауаға тоқимыз. Бір басты қалдырып, екіншісіне таяқшамен байланыстырамыз. Жанына тағы да бір таяқша тоқимыз. Екі торшаны ауаға тоқимыз. Бір басты қалдырып, екіншісіне таяқшамен байланыстырамыз. Жанына тағы да бір таяқша тоқимыз. Бір, екі, үшеуі кетті. Енді екеуі қалды. Небәрі 5 ойық болу керек. Екі торшаны ауаға тоқимыз. Бір басты қалдырамыз. Екіншісін осылайынан байланыстырамыз. Болдық. Жиегін тоқып болдық. Жібімізді қиямыз. Қалған жерлерін астына қарай кіргізіп, жасырып, артық жерін қалдырмаймыз. Іш жағына қарай жіпті шығарып, сол жерге байлап, қиып тастауға болады. Қиып тастадық. Енді қараймыз. Енді біздерге мынау секілді жиегін ақпен өрнектеп шығайық. Ол үшін табан жағынан бастап, табанды тоқыған кезде бізде астында мынандай бидайдың сабағындай осылай цепочка тұр. Соның біріне етіп аламыз. Арасына ақ жіпті өткіземіз. Таяқшаларды алдыңғыдай тоқығандай қылып, жіпті жасыра отырып, осының жиектеп, өрнектеп, ақ жіппенен жүріп өтеміз. Сонда әдемі болып көрінеді. Қатты тартып тоқымаймыз. Орташа қылып, өте бос қылып та тоқуға болмайды. Қатты тартып та тоқуға болмайды. Бір ортаңғы балансын алып алыңыз да, сонымен осылай жүріп өтсеңіз болады. Көрдіңіз ғой, осылай жиегіменен жүріп осы жерге келеміз. Соңына келдік. Енді бастапқы жіппенен байланыстырамыз. Жібімізді қиямыз. Және де мынау шығып тұрған жіпті ішкі жағына қарай жасырып салып тастаймыз. Артық жерін қиып тастаймыз.
жиегін болдық, тілін тоқыдық, жиегін әдемілеп жасадық. Енді бізге тек баулық пенен мына жердегі мындай элементтерін тоқу ғана қалды. Кедайдың басындағыдай мындай элемент тоқу үшін біз үстіңгі бөліктің ең ортаңғы жерін табамыз. Ортаңғы жер. Осыдан 5 тор оңға қарай. 1, 2, 3, 4, 5. Осы жерден торға ілмекті ілеміз. Ақ жіпті қоямыз. Арасынан шығарып, осылай бекітіп аламыз. Енді солға қарай таяқшалар тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осы жерден бір тор жоғары көтерілеміз. Жұмысымызды бұрамыз. Біріншісіне емес, екіншісіне тоқимыз. Біріншісіне тоқимыз. Біріншісінен бастап 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кетті. Бір тор жоғары көтерілеміз. Теріс қарай тағы тоқимыз. Мен 3 қатар тоқыдық. Сонымен аяқтаймыз. Бұның да жібін іш жағына қарай жасырып қиып тастаймыз. Бүлдіртпей. Осылай жасырған жөн болады. Артық жерін қиып тастаймыз. Бұл аяқталды. Енді бізде бір элемент қалды. Баулықты тағатын мындай кішкене ремешок тоқуымыз қажет. Ол үшін бізге серый цвет жіп қажет. Және мына маңдайшасын қарап отырып ең ортасын аламыз. Ең ортасы болса, содан бір тесік оңға қарай аламыз. Мына ортасы, мына одан кейінгі. Серый жіпті аламыз. Бір түйме. Бір түйін жасаймыз. Ілмекті іш жағынан осы белгілеп алған тесіктен шығарамыз. Жіпті аламыз. Осымен ішіне қарай кіргіземіз. Жібіміз ішінде. Енді алғашқы белгілеген ортаңғы
белгіге ілмегімізді салып, ішкі жағындағы жіпті іліп алып, оң жақ бетіне шығарамыз. Шығарамыз да бір тор тоқимыз. Және осының бойына тағы да 3 тор тоқимыз. Енді осыны жоғары қарай қоя тұра, осының бойындағы тесікті белгілеп, іш жағынан тағы да шығарып, жіпті ішіне қарай тартып аламыз. Енді осының жанынан, сырт жағынан жанындағы тесікке кіргізіп, жаңағы ішіне тартқан тесік жібімізді қайтадан сыртқы бетіне шығарып аламыз. Шығарып алдық. Енді мына тоқылған 4 торшамыз бар ғой, бірінші тоқылған. Соның біріншісіне кіргіземіз ілмегімізді, жіпті іліп алып, осы екеуінің бойына осылайынан кіргізіп аламыз. Таяқша тоқимыз, дәлдеп айтқанда. Екіншісінен тағы да осылай таяқша тоқыдық. Үшіншісінен осылай қосып таяқша тоқыдық. Және төртіншісінен осылай қосып таяқша тоқыдық. Енді осыны іш жағынан жіпті, іш жағынан жанынан ілмекті шығарамыз. Мына жіпті іш жағына қарай тартып аламыз. Жіп іш жағынан шықты. Енді осы жерден қиямыз. Іш жағында мынандай 2 жіп болады. Сол 2 жіпті бір-біріне осылай байлау арқылы түйін жасаймыз да, артық жерін қайшымен қиып тастауға болады. Сонда сыртында осындай ремешок пайда болды. Бұған біз қазір баулық қатырамыз. Енді бізге соңғы элемент, біз баулық тоқимыз. Сосын башмағымыз дайын. Баулық тоқу үшін мен мына 2 жіптің қосып 2 түрлі қосындысымен тоқыдым. Бұны қалай тоқуға болады? Қазір сіздерге үйретемін. Түйін жасап аламыз. Бірінші 2 жіпті қосып, 2 жіпті қосып түйін жасадық. Енді серый жіпті үстінде, ақ жіп астында тұрады. Осылай ақ жіпті былай ораймыз, солдан оңға қарай ораймыз. Серый жіпті торшаның арасына өткіземіз. Ақ жіпті былай ораймыз, торшаның арасына өткіземіз. Осылай ұзынынан тоқи береміз. Ұзындығын мен 68 сантиметр етіп тоқыдым баулықтың. Ораймыз,
торшадан арасынан жіпті алып шығарамыз. Ақ жіп торшаның арасынан шықпайды, тек серый жіп қана шығады. Осылай тоқи бересіз. Қашан 68 сантиметр болғанша осылай тоқып шығасыз. Мінекей біз баулықта тоқып болдым. 68 сантиметр ұзындығы. Енді бұны мынау пинеткемізге тағамыз. Бірінші мынау ремешоктың ортасынан өткізіп аламыз. Және дәл ортасын екі жағын теңестіріп, дәл ортасын тауып аламыз. Енді әрі қарай баулық тағатын жасаған өзіміздің осы кесіктеріміздің арасына өткіземіз. Осылай әрқайсысының арасынан өткізіп, артық жіптерді, кесілмеген жіптерді кесіп, артық жерлерін жөндеп, іс барысында оны жасауға болады. Біздердің жұмысымыз дайын болды. Соңғы ойықтан өткіздік. Енді мына ұшын осылайынан бір түйін жасап, екі жағынан да осылайынан түйін жасауға болады. Болмаса, басына моншақ таққыңыз келе ме? Әлде басқаша сәндегіңіз келе ме? Ол өзіңіздің қиялыңызға байланысты, фантазияңызға байланысты. Мен тек жай осылай қыстырып қоя салдым. Және мына басында тұрған артық жіпті осылай байлап, артық жерін қиып тастаймын. Екінші қапталында солай артық жіптерін алып тастаймын. Мінекей біздің пинеткамыз дайын болды. Баулығын байласаңыздар да болады. Байламай іш жағына осылай қоя салайын. Мінекей біздің пинеткамыз дайын болды. Бұның табаны қазір мен өлшеймін. Неше сантиметр? Табаны бұның 12,5 сантиметр болып тұр. Бұл енді
6 айлық, 7 айлық балаларға да бола береді. Енді баланың аяғына да байланысты. Кейбір балдардың аяғы үлкен болады, кейбір балдардың аяғы кішкене болады. Мінекей, менің мастер-классым осымен тамамдалды. Көргендеріңізге рахмет. Менің видеом ұнап жатса, жүрекше баса кетіңіздер, және менің каналыма міндетті түрде жазылыңыздар. Мен алдағы уақытта көптеген видеолар салатын боламын. Өте әдемі, өте сәнді дүниелер тоқып сіздерге мастер-класс көрсететін боламын. Ал ендеше сау болыңыздар, келесі кездескенше.